Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз тұсаукесерге арналған дорожка дайындайтын боламыз. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге керек заттар, бізге осындай фитер керек болады. Бізде мұнда мен 2 метр қылып алдым, кең қылып. Бізде ең жұқасын аламыз осындайтын фитердің. Және де бізге аракл керек болады. Осындай мен сары түсін алдым. Сосын клей керек болады. Және де осындай үй жағдайында мен осындай дайын оюларды алдым. Дайын осындай пайдаланған оюларды алдым. Сіздер ойып жасасаңыздар да болады. Қайшылар керек болады. Және де мен осындай қатты қағазға мен тәй-тәй сөзін және сәби аяғын мен дайындап қиып алдым. Түсіріп, сіздер үйде принтер болса жасап шығарсаңыздар да болады. Осы дайындап алған тәй-тәй сөзімізді, ойымызды осы араклге түсіретін боламыз. Мен мына араклдың ішіне мен оюларды түсіріп дайындап алдым. Осылай қаламмен бастырып, бәрін дайындап түсіріп аламыз. Бізге осы оюдың 4 штугі керек болады. Және де мынадай оюдың 4 штук керек болады. Бұл 2-4 жағына, және де осындай кішкентай оюдың 12 штук керек болады. 2 жанына 6-6-тан қоятын боламыз. Осылай араклге оюмызды қойып, қаламмен бастырып шығамыз. Ендігі кезекте осы дайын тұрған оюларымызды қайшымен қиып, бәрін түгел қиып түсіріп алатын боламыз. Достар, видео ұнаса лайк басып, тіркелуді ұмытпаймыз. Сұрақтарыңыз болса комментарияға жазыңыздар. Достар, менің каналымда осы тұсаукесерге арналған ала жіптің дайындалу әдісі бар. Көрсеңіздер болады, жоғары жаққа ссылкасын тастайтын боламын. Міне достар, осылай мен барлығын дайындап қиып жатырмын. Осылай рет-ретімен қойып дайындап алсаңыздар болады, өте ыңғайлы болады. Және де сәби аяқтарын мен 6 штугін дайындап алдым, осылай қиып. Ендігі кезекте осылай фитерімізді жайып, осы фитердің үстіне барлығын рет-ретімен осылай қойып шығатын боламыз. Ендігі кезекте достар, жайлап осылай шет-шетінен бастап, араклды ашып, жапсырып шығатын боламыз. Осылай рет-ретімен қойған өте ыңғайлы болады. Солай жасасаңыздар, ешқандай шатаспайтын боласыздар. Міне достар, менің дорожкам уже дайын болды. Осындай әдемі болып шығады. Жасап көруге кеңес беремін. Өте оңай, ешқандай қиындығы да жоқ. Видеом ұнаса лайк басып, сұрақтарыңыз болса комментарияға жазуды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде жауап беретін боламын. Достар, менің каналымда осы тұсаукесерге арналған ала жіптің жасалу жолы бар. Көріп тамашаласаңыздар болады. Рахмет!